Саламатсыздар ма, құрметті Жаһанша Досмахамбетов атындағы жоғары педагогикалық колледж студенттері. Сіздермен байланыста колледж психологы Назерке Хамитқызы. Оқу жылы аяқталып, қорытынды бағалар шығарылып, сіздер емтихан сынақтарын тапсырайын деп отырсыздар. Биылғы жылғы емтихан тапсыру жүйесі өзгеше болғандықтан, сіздерде бірқатар келеңсіздіктер кездесіп, қобалжу сезімі билеуі мүмкін. Осыған орай, сіздерге емтихан алдында қобалжудан қалай арылуға болатындығы жөнінде кеңес бермекшімін. Ең алдымен, қобалжу мен емтихандардың арасындағы байланыс туралы ойланып көрсек. Қорқыныш бізге бір нәрсе қауіп төндіргенде пайда болатын сезім. Ал емтихан кезінде бізге ешқандай қауіп жоқ екенін білеміз. Алайда біздің санамыз оны үлкен өткел ретінде және біз бір әрекет жасамасақ, құлайтындай қабылдаймыз. Бұл біздің миымыздағы шынайы қауіп пен ойлап шығарылған қауіп арасында айырмашылықтың ара жігін білмеуімізден пайда болады. Емтихан алдындағы қорқыныш қайдан пайда болады? Біріншісі, өз-өзімізге деген сенімсіздіктен, екіншісі, емтиханды қорқынышты өткел ретінде көруден. Осы қорқыныштарды жеңу және толқуды басу үшін бізге не көмектеседі? Біріншісі, түсіну. Сен дәл неден және неліктен қорқатыныңды түсінуің керек. Мысалы, қорқыныш, қабылдап жаттап үлгермеймін, немесе мен қолымнан келіп жатқанды жасамай жатырмын. Осы арқылы өз типіңді анықтап, таңертең жаттап, кеште қайталауға, немесе керісінше жасауға болады. Екіншісі, тыныс ал. Егерде қорқыныш үдегенін сезсең, саған қарапайым тыныс алу техникасы көмектеседі. Тынысыңды ішіңе тартып тоқта да 10-ға дейін сана. Сосын деміңді шығар. Содан кейін 3 секунд бойы мұрныңмен дем алып, аузыңмен жайлап шығар. Тыныс алу барысында денең мен ойың қалай босаңсығанын және қалыпқа келгенін сезін. Үшіншісі, өз ойыңды бүкпей айт. Өз қорқынышың туралы басқа біреумен бөлісу туралы ойдың өзі сенің үрейіңді ұшыруы мүмкін. Себебі осы кезде қорқыныштың шынайы немесе ойдан шығарылғанын анықтай аласың. Жақын досыңа немесе туғаныңа сенім білдір. Кейде өзіңнің қиыншылығың туралы біреуге жай ғана айтудың өзі өміріңді әлде қайда жақсартуы мүмкін. Төртіншісі, өз қорқынышың туралы жаз. Егер де өзіңнің қорқынышың туралы айту сен үшін ең соңғы шара болса, онда ол туралы жаз. Жазу саған өзіңнің қорқынышыңның жасырын себептерін жақсы түсінуге көмектеседі. Мысалы, мен қорқып тұрмын, себебі ары қарай өзің жалғастырасың. Бесіншісі, позитив ізде. Өзіңнің қорқынышыңнан әлде бір позитивті және пайдалы нәрсені табу қиындау болуы мүмкін, алайда өте тиімді. Мысалы, мен осы емтиханды өте жақсы аяқтасам, ата-анам қуанады. Дипломыма жақсы баға түседі, өз білімділігімді дәлелдеймін, немесе тағы басқа. Алтыншысы, өзіңді жетілдір, дағдыларыңды өзгерт. Өз білмейтініңді іздеп тауып, оны жаттап алуға тырыс. Егер саған оқып қабылдау қиын болса, біреуге сұрақтарды оқытып, тыңдап қабылдауға болады, немесе тағы басқа. Жетіншісі, көмекке жүгін. Егер де қорқынышыңды жеңуге күшің жетпей жатса, саған әрдайым көмектесе алатын адамдар бар екенін ұмытпа. Ең бастысы, алдағы сынақтардан қорықпауды үйреніңіз. Себебі жетістік тек оларды жеңу арқылы келеді. Сіздің қолыңыздан бәрі келеді. Емтихан тапсыруда сіздерге сәттілік. Видеоролик пайдалы болды деген ойдамын. Назарларыңызға рахмет.